Assalamu алейкум, құрметті жазылушылар, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеомыз сіздерді мазалаған мал бордақылау жайындағы сұрақтарыңызға бір-бірлеп жауап беретін боламын. Мал борлауда тезірек жақсы нәтижеге жету үшін, бірінші, борланатын малдың нәсілін, тұрпатын дұрыс талдау керек. Әдетте мал өнім беру жағынан 3 бағытқа бөлінеді. Бірінші, ет бағыты, екінші, сүт бағыты, үшінші, қос өнім, яғни етті де сүтті де беретін бағыт. Борланатын малыңыз қай бағытқа жататынына қарай өнім беру нәтижесі соған байланысты болады. Сонымен қатар мал борлағанда малдың жасына да мән беруіміз керек. Ұқсамаған жастағы малдардың дене ткандарының өсу рет тәртібі ұқсамайды. Жас малдардың еті мен сүйегі біркелкі өседі. Арық малдар бірінші етеді және шелденеді, ал кәрі құртаң малдарда шелдену негіз етіледі. Оның үстіне жасының ұқсамауына байланысты ас қорыту жүйесінің қызметі де farklı болады. Сондықтан бордақылау барысында малдың жасы ұқсамаса, оған істетілетін бордақылау азықтығы және бордақыланатын уақыты бордақылаудың нақты шаралары да ұқсас болмайды. Мал бағатын кейбір кісілер бұл жағдайды түсінбей тұрып, өндіріс әмәлияты барысында малдың жасы мен ерекшелігін айырып алмай, дене салмағы ауыр, жеке басы зор малдарды сатып алып, бордақылау әдісінде бір сыдырғылық амал қолданып жатады. Бұл өндіріс өнімділігіне ауыр дәрежеде ықпал жеткізеді. Енді ұқсамаған жастағы малдарды бордақылау әдісін таныстырамыз. Кәрі құртаң сиырлардың азық қорыту қабілеті нашар, өсіп жетілуі тоқырап қалған. Семіру барысында тек май жинайды. Семіру мезгілі 30-60 күн болады. Семірту барысында азықтандыруда әртүрлі азықтықтарды тегіс араластырып, бықтырып жұмсатуға көңіл бөліп, тақыл-тақыл беріп, азықтықтың қорытылуы мен сімірілуін тездету керек. Семірткенде құнарлы жемнің құрамын аздап молайтып, әр күні 1,5 килограмм мөлшерінде беру және жүгері, ұны, бұршақ көже, шөп, үгіндісі қатарларды да қосып беру. Жаз күндері данаға жайып, кеште аздап жем беріп тұру. Ортаның тыныштығын сақтау керек. Ал енді 6 айлық торпақты бордақылауда торпақты бастабында бордақылайтын ортаға үйлестіру. Күндік азығының құрамында сапалы көк шөп, көлемді мал азығы, аммиактандырылған дақыл сабағы және аз мөлшерде кебек болғаны жақсы. Кебектің берілу мөлшерін аздап көбейтіп, мөлшерін үздіксіз арттырып отыру керек. Әдетте бордақылаудың бастапқы айында бұзаулар әр күні 2 килограмм кебекті тұрақты жей алатын болған кезде кебекті біртіндеп бордақылау азықтығына айналдырамыз. 2 ай борлағаннан кейін торпаққа берілетін орташа азық мөлшерін көбейту керек. Егер көп берілсе, торпақтың салмақ қосуына ықпал жетеді. Үйлесу мезгілінде торпақтың азық қорытуы нашарласа, ас қорытуды жақсылайтын аштықы таблеткасын беру керек. Үйлесу мезгілі біткен соң етеу басқышына кіреді. Бұл мезгіл біршама ұзақ болып, 6-7 ай төңірегінде борланады. Бұл кезде көлемді азық, көк шөп, сүрлем және бордақылау жемнің мөлшерін тіпті де молайтып, күндік азығына белоктық азықтықтарды қосып беру торпақтың өсуі мен етеуін күшейтіп, сүйегі мен етінің біркелкі өсу мақсатына жетеміз. Семіру мезгіліне өткенде торпақ негізінен шелдену басқышына кіреді. Бұл кезде азықтығына энергиялық азықтықтарды қосып беру арқылы семірту мақсатына жетуге болады. Ал енді екінші, борланған малға берілетін құрсыздандыру дәрілері мен витамин туралы түсінік және оның гормондық дәрілермен farkı. Малдарға борласаңыз да, мейлі борламасаңыз да, құрсыздандыру уколдары менен және құрсыздандыру дәрілерін міндетті түрде беру керек. Себебі ол малыңызды паразит құрттардан қорғайды. Сол арқылы малыңыздың ет алуын жақсартады. Онымен қатар етін тұтынған адамға да өзіндік пайдасы бар. Егер біз тұтынған еттің құрамында паразит құрттар болатын болса, адамдарда бауыр құрт ауруына шалдығады. Ал енді витаминдік өкілдер болса, бұл малыңыздың ет алуына және малыңыздың ішкен жегеннің бойына тарқауына жақсы көмектеседі. Сол арқылы малыңыз тез семіреді. Бұл дәрілердің адам денсаулығына ешқандай кері әсері жоқ. Бұл мемлекеттік жақтан тексеріліп анықталған дүние. Бұл жерде адам денсаулығына зиянды деп айтып отырған бұл гормондық укол дәрілер. Кейбір елдер гормондық укол дәрілерді хайуанаттардың індетінің алдын алуға, сиырдың өсуін жебеуге, сауын сиырлардың сүт өнімін арттыруға пайдаланған. Оны мал түліктерінің жеміне қосып бергенде өсіп жетілуі мен салмақ қосуын жеделдетеді. Кейбіреулер бордақылау мақсатына жету үшін мал азығына ұзақ уақыт көп дозамен гормондық түріндегі дәрілерді қосып берген. Бұлай болғанда зардабы ерекше ауыр болады. Мал түліктері құрамында химиялық гормон бар азықтықтарды жегеннен кейін гормондар хайуанаттардың еті мен ішкі мүшелеріне шөгіп, адамдар тұтынған мал өнімдеріндегі гормондық дәрілерінің қалдығы азық тізбегі арқылы адам денесіне кірген соң, адам организмі қалыпты гормондық деңгейіне, мүшелердің қызметіне ықпал жасап, денесіндегі су, белок, май және қант қатарлардың зат алмасуын бұзады. Сондай-ақ бұл гормондық дәрілер адам денесінде үздіксіз жинала береді.
Балалардың ерте жетілуі жасына жетпей семіруін, кемістік туылуын пайда қылады. Және ер адам денесіндегі әйелдік гормон көбейіп, ер адамды әйелге өзгертеді. Әрі адамдарда түрлі ірек ауруларын пайда қылады. Мысалы, стилбестерол әйел балалардың ерте жетілуін тудырады. Басқа да гормондық дәрі қалдықтары жатыр ірегін, омырау ірегін пайда қылады. Мұндай науқастың қатері тіпті де зор болады. Бұл гормондық дәрілерді кейбір алаяқ саудагерлер аздаған пайданы көздеп, және де бұл дәрілерді жасырып тұтынуда. Сондықтан мал бордақылауды көздеген малшыларымыз әсте базардағы тез семірткіш түріндегі мал дәрілерін сатып алмауы тиіс. Сондықтан да құрметті көрермен, құрсыздандыру дәрісі мен витаминдік дәрілерді гормондық дәрілермен шатастырып алудан сақ болыңыздар. Үшінші, мал азығы туралы түсінік. Мал азығы барлық қолда бағылатын мал, құстардың қажетсінетін қоректік жалпы атауы. Ол негізінен өсімдік, сондай-ақ жануар тектес өнімдерден дайындалатын шикізат. Оларда малдың денсаулығына зиян келтірмейтін жұғымды құнарлы қоректік заттар болуы қажет. Мал шаруашылығында жем-шөпті түсіне, дәмділігіне, иісіне қарап бағалайды. Сонымен қатар өнім сапасына тигізетін әсері, дайындау әдісі, арзан қымбаттылығы ескеріледі. Халықаралық мал азығын түрге айыруда жем-шөптің қоректік қасиетіне негізделіп, төмендегідей 8 түрге бөлген. Бірінші, көлемді мал азығы. Кептірілген заттардың құрамындағы ірі талшық 18%-дан жоғары болған, қоректік құны біршама төмен, көлемді оңайшылыққа қорытылмайтын татымсыз өсімдік тектес мал азығын көрсетеді. Бұлар орып алынған құрғақ шөп және пішен, ауыл шаруашылық қосымша өнімдері және сабан топан қамтиды. Екінші, көк шөп және шырынды мал азығы. Табиғи су құрамы 60%-дан жоғары болған. Көк шөп, арам шөп, түйнек тамыр, ағаштың жапырақтары сияқты, сонымен қатар көкөністерді қамтиды. Ол жұмсақ шырынды қоректігі мол келеді. Мал құнығып жейді, оңай сіңеді. Балауса көк шөптің құрғақ затында белок, витамин, май, азот сығындылары, минералды заттар болады. Үшінші, сүрлем. Сүрлеу әдісі арқылы әзірленген көк шырынды мал азығы. Ол малға жағымды келеді, оңай сіңеді. Құрамында арнайы белок пен креатин мол болады. Ол өте-мөте малдардың буаздық кезінде және өсіп жетілу кезінде табылмайтын тамаша азықтық саналады. Сүрлем жасалатын мал азығы негізінен көк азықтықтар, жүгері, күнбағыс, жоңышқа, астық тектес мал азығы мен бұршақ тұқымдас жем-шөптер, жеміс қорабасымен араластырып сүрлем жасайды. Жақсы сүрлем құрамының қышқылдығы 4-те 4,2 болуы керек. Төртінші, энергиялық азықтықтар. Кептірілген заттың құрамындағы ірі талшық 18%-дан төмен, шала белок 20%-дан төмен болған шикізат. Жемнің негізді құрамы астық тектес өсімдіктегі дәнді мал азығы және осылардың өңделген қосымша өнімдері, жануарлар және өсімдік майы, қант, шырыны қатарлылар. Мал жемнің негізді құрамы болып саналады. Бұл мал азығының 50-80%-ын елейді. Негізгі ролы мал денесіне қажетті энергиямен қамдау. Ол жүгері, кебек, арпа қатарлыларды қамтиды. Бесінші, белоктық азықтықтар. Жануарлардың өсіп жетілуі мен көбеюі, сондай-ақ тіршілік қуатын сақтауының барлығына көп мөлшерде белок қажет болады. Әрі азықтық арқылы қамтамасыздандырылады. Кептірілген заттардың құрамында ірі талшық 18%-дан төмен, арнайы белок құрамы 20%-дан жоғары азықтықтарды көрсетеді. Ол түрлі май тартқанда шыққан бұршақ күнжарасы, қышы күнжарасы, жығыр күнжарасы, балық талқаны қатарлыларды қамтиды. Алтыншы, минералды азықтықтар. Өсімдік текті азықтықтар мен хайуанат текті азықтықтардағы мәлім минералды заттардың жеткіліксіздігін толықтау үшін пайдаланатын азықтық. Ол ас тұзы, бор, ызбош, фосфор қышқылды кальций, сүйек ұнтағы, жұмыртқа қабығының талқаны, ұлу қабығы, құм қиыршық, селоид қатарлыларды қамтиды. Жетінші, витаминдік азықтықтар. Витамин бір түрлі органикалық қосылыс. Ол табиғи азықтықтарда немесе жем-шөптерде сақталады. Жануарлардың тіршілігінде олардың қалыпты өсіп өрбуіне, ақаусыздығын сақтауға қажетті зат болып, ол мал шаруашылығын өркендетуде, оның сапасы мен өнімділігін арттыруда витаминдердің маңызы төтенше зор. Сегізінші, жем-шөп қоспалары. Жануарлардың қоректік қажетін қанағаттандырып, рационалын толық беру үшін әуелде ақ мөлшері аз немесе қоректік заттар мен бейқоректік заттарды олардың жеміне қосып беруге тура келеді. Міне осылай істегенде ғана жемнің пайдалану өнімін арттырып, жануарлардың өсіп жетілуін жебеп, індеттің алдын алып, жемнің сақталу кезіндегі қоректік заттардың зиянын азайтуға немесе өнімнің сапасын жақсартуға болады. Міне осы тектес заттар жемге қосылатын қоспалар делінеді.
Азықтыққа қосылатын қоспалар күніне берілетін негіздік азықтықтардың қоректік құнын арттырып, жануарлардың жетілуін жебеп, ақаусыздығына кепілдік ету, олардың өндіріс қабілетін жоғарылату үшін жемге қосылатын болымсыз мөлшердегі заттарды көрсетеді. Ол қоректік сипатында қоспалар және бейқоректік сипатында қоспалар деп екіге бөлінеді. Қоректік сипатында қоспалар микроэлементті, витаминді, өнеркәсіппен синтезделген түрлі амин қышқылды, белокқа жатпайтын қоспаларды өз ішіне алады. Бейқоректік сипатында қоспалар жануарлардың өсіп жетілуін жебейтін, шаршақұрттарды жойып денсаулығын жақсартатын қоспаларға жатады. Төртінші, мал борлағанда көңіл бөлетін істер. Мал борлау қарамаққа қарапайым жұмыс болғанмен, іс жүзінде барынша назар аударуды, әрбір кезеңдегі бордақылау жұмысын жалықпай жіңішкелікпен жүргізуді қажет етеді. Мал бордақылауда базар қажеттілігіне баса мән беріп, мүмкіндіктің барынша уақытты ұтып тез семірту, сол арқылы экономикалық шығынды ең төменгі шекке түсіру, пайда түсімін барынша арттыру негізгі мақсат етіледі. Сол себепті техникалық басқаруды игерумен бірге төмендегі түйіндерге көңіл бөлсек, уақыттан ұтымды пайдаланып тамаша өнімділікке қол жеткізуге болады. Бірінші, мейлі қандай мал болсын, бордақылаудан бұрын түгелдей құрсыздандыру. Құрсыздандырғанда дәріні жемге қосып бермей, әр малға дозасы бойынша айырым беру. Сонымен бірге бордақылауға қажетті барлық саймандарды жалпы беттік дезинфекциялау. Малға ауа алмасып тұратын еңселі қора дайындап, малдың астын құрғақ таза ұстау. Екінші, әйтеу барлығы да бордақыланатын мал ғой деп, бәрін бір шыбықпен айдамай, малды түлік, түрі, дене салмағы, жынысы, жасы және ақаусыздығына қарай дәрежеге бөліп, айырым күтімелдесе, онан соң түріне қарай түрліше бордақылау тәсілін қолданса, өнімділігі біршама жақсы болады. Үшінші, көлемді азықтықтарды ысырап етпеу үшін азықтықты ұсақтап, турап, лайықты мөлшерде тақыл-тақыл берген жөн. Өйткені малда болса болмашы азықтыққа бірінен бірі қызғанып, тәбеті ашылады. Енді бір жағынан бордақы мал көбінесе бірінің демі тиген азықтықты енді бірі жақсы жемейді. Ал бордақылаудағы мақсат бірлік уақыт ішінде көбірек жегізу. Сондықтан бір ретте бірақ беріп сырап етпей, әр ретте салынатын шөптің мөлшерін тым арттырып жібермей, шөпті тегіс жайып беру. Ұзын қатты шөптерді алып тастау, шөп салардан бұрын ақырды жақсы тазалау керек. Төртінші, бордақы малдың ас қорыту функциясының салыстырмалы тұрақтылығын сақтау. Қалыптан тысқары қимылдауының қоректіктің денесіне жұғым болмай, тойынуына ықпал жасауының алдын алу үшін бордақылау кезінде жақсы болған азықтандыру тәртібін орнатып, сыртқы ортаның әсерін мүмкіндігінше төменгі шекке түсіру керек. Мәселен, айғай сүрен салып, бөтен адамды келсін келмес кіргізбеу керек. Бесінші, бордақы малдың суға болған тәбетін толық қандыру керек. Суарғанда таза, тұнық су беру керек. Алтыншы, бордақы малға берілетін кейбір үстемелерді өнімді пайдалану. Үстеме азықтықтың барлығы малға пайдалы деп, келсін келмес қолданудан сақтану керек. Құрметті көрермен, видео пайдалы болса лайк басып, арнаға жазылыңыз. Құнды ақпараттарымызды өткізіп алмас үшін қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.